Біз бұрын осындай стаканчиктармен түрлі ойындарды ұсындық. Мен YouTube каналымда да бар. Ал қазір осы стаканмен ойындарды тағы да келесі ретте қалай түрлендіріп беруге болатындығын көрсеткім келеді. Қараңыздар, мына стакандарға мен осы жаңағы өзім көрсетіп отырған керемет наклейкаларды жабыстырып шықтым. Мінекей, балапанды жабыстырып қойдым мына жерге, маймылды жабыстырып қойдым, мына жерге итті жабыстырып қойдым, мына жерге сиырды жабыстырып қойдым. Жаңағы қайда көрсетші деген ойынды ойнауға болады. Ең бірінші ретте балам, маймыл қайда? Маймыл міне, яғни бала көзімен көріп сізге соны түсініп тауып беру керек. Яғни балада түсінік қалай қалыптасып жатыр, соның барлығын түсіну үшін өте жақсы ойындардың бірі. Тіл байлығын дамытады, көру жүйесін дамытады, есте сақтау қабілетін жақсартады. Кел, біз балам осы жануарларды тамақтандырайық. Яғни кел балапанға тамақ берейік деген сияқты қылып ойнатамыз. Яғни біз бір нәрсеге салуды бұрын просто стаканға переливание сияқты ойнаған болатынбыз. Ал қазір тамақтандыру деген ол баланың ой өрісін дамытады. Яғни керемет түсінік қалыптастыруға көмектеседі. Кел балам, қай жануарға тамақ береміз? Кел, балапанға тамақ бер. Мен балапан қарным ашып тұр, маған тамақ берші деп жатыр. Балапанның қарны ашып қалыпты, кел тамақ берейік. Яғни бүйтіп балапанға тамақ беріп жатырмыз деп есептеп сөйтіп береміз. Енді маймыл тамақ сұрап жатыр, кел маймылға тамақ берейік. Яғни бұл бізде біріншіден түсінік қалыптастырып жатыр, екіншіден ой өрісін, ойлау қабілетін, фантазиясын дамытып жатыр. Одан кейін осындай нәрселермен біз тактильді жүйемізді дамытып жатырмыз. Бұл менде қазір маш. Бұл маштың қазір мен ойын үшін көрсетіп жатырмын. Бұл обычный кәдімгі қатқан күйіндегі маш. Бірақ егер баламен ойнау барысында осы машты түнде суға салып қойсаңыз, таңертең сізге ол жібіп, жұмсарып, және еще пророщенный болып тұрады. Ол өте пайдалы. Пророщенный маш туралы Google'дан қарап көрсеңіз болады. Және де оны жеп қойса да зиян емес, қатты емес, тамағына тұрып қалатындай, яғни бала жеп қойса өте пайдалы, және тісіне де қатты емес, жұмсақ болып, жақсы болып тұрады. Сондықтан осындай қазір кішкентай балалармен безопасный және полезный заттармен ойнауға мен кеңес беремін. Міне кішкене ойнап, баланың вниманиесі клейповый, ол қазір ойнап отырғаннан кейін ойынды жалғып кетеді. Уже берді, уже ары қарай қалай қызықтырамыз. Сол сәтте сізде опа деп күшті волшебный қасықтарыңыз шыға келеді. Кез келген қасық бара береді. Үйдегі шай ішіп тамақ жүрген қасығыңыз да барады. Балаға ұстауға ыңғайлы болса болғаны. Бұл кәдімгі соль, чай, сахар, тұз салатын қасық. Соны аламыз, бейтіп балапанға тамақ береміз. Бұл уже баланың келесі вниманиесін ұстап қалуға көмектеседі. Яғни мана тек қолмен салды ғой, енді мынаумен салды. Бұл жерде де бізде кестевой праксис дамып жатыр. Бұл жерде қол жұмыс жасайды. Яғни баланың көру жүйесі дамайды, қол-көз координациясы дамайды. Бұны былай төкпей әкелу және мына жерге келгенде қолын бүйтіп бұрап мына жерге салуы өте керемет моторлы праксисті дамытып жатыр. Енді балам сиыр тамақ ішем деп жатыр. Сиыр бала есіне түсіреді. Сиыр қай жерде еді? Яғни мына жерде балапан, мына жерде маймыл, мына жерде ит, мына жерде болды бізде сиыр. Яғни бала есіне түсіріп, осы жерге сиырға тамақ береді. Ал енді маймыл тамақ жейм дейді. Маймыл қайда еді бізде? Маймыл қайда? Міне маймыл. Мынаған саламыз. Одан кейін бұны, яғни кішкене есейгеннен кейін 2 жастарына қарай түстеріне қызылға сал, жасылға сал, көкке сал деген сияқты қылып, әлде көктің ішінде, көк кеседе бізде қандай жануар бар еді? Яғни балапан бар. Мына жерін сілкілеп, бетіп қарауды төкпей, қарауды ашып қарауды үйретуге болады. Яғни мен қазір сіздерге общий информацияны беріп жатырмын. Сіздердің фантазияларыңызға ары қарай көмектесіп жатырмын. Идея ретінде қазір қарап отқандарыңыздың балаларыңыз кішкентай шығар, ал мүмкін үлкендеу шығар. Үлкендеу балаларға осылай күрделендіріп отырамыз. Енді қызыл кесеге саламыз. Қызыл кеседе бізде қандай жануар бар еді? Бұл жерде мына уже үстіне салып тастағаннан көрінбей қалады ғой. Яғни бала есіне түсіру керек. Қызылдың астында бізде кім не отыр еді деген қозғап қараудың өзі өте қызықты, шыны керек. Сондықтан осылай ойнатып отыруға болады.